Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және жасалуы өте оңай мясо по-французски тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге түрлі оригинал рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен картоптарымызды өте жұқа етіп осылай турап алып, формаға орналастырып шығамыз. Достар, бір қабат етіп, барлық жеріне бірдей етіп орналастырамыз. Және де ортасында ашық жерлеріне кішкене майда етіп туралған картоптарды қойып шықсақ болады. Өте екі қабат қалып қалың етіп орналастырсақ, біздің картоптарымыз піспей қалуы мүмкін. Енді осы картоптардың үстінен кішкене тұз сеуіп аламыз. Сонан соң майонезді осылай пакетке салып, жағуымызға ыңғайлы етіп, үстінен сетка тәріздес етіп, барлық жеріне тигізе отырып, жағып шығамыз. Сонан соң тартылған етке тұз бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып, тағы да бірдей қалыңдықта картоптың үстіне орналастырып шығамыз. Мінекей осылай. Енді тағы да майонезімізді сетка тәріздес етіп жағып аламыз. Енді пиязды да картоп секілді өте жұқа етіп турап алып, үстінен орналастырамыз. Мен бұл жерде дөңгелек етіп турап алғанмын. Сіз өте майда етіп турасаңыздар да болады, немесе өте майда етіп етке қосып, яғни фаршымызға араластырып орналастырсаңыздар да болады. Енді осы пиязымыздың үстіне тағы да жұқа етіп туралған картоптарымызды өте жұқа етіп орналастырып шығамыз. Өте бір-біріне міңгестірмей, ашық жерлеріне кішкене бөліктерін тағы да қоя отырып орналастырамыз. Бұл қабатымызға да тұз сеуіп, сонан соң үстінен майонезбен тағы да сетка тәріздес етіп жағып аламыз. Мінекей енді помидорды да өте жұқа етіп турап алып, ең үстінен орналастырып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 30 немесе 40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Содан соң достар, таяқшаның көмегімен картоптарымыздың жұмсақтығын бақылап, піскенін көріп аламыз. Содан соң осындай сырды арнайы үкіштен өткізіп, үстінен осылай орналастырып, 5 минутқа қойып, тағы да пісіріп аламыз. Неке 5 минут өтті. Біздің тағамымыз, яғни мясо по-французскийіміз дайын болды. Енді оны осылай кесіп алып, ыдысымызға орналастырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.